Ан-Ниса сүресі 116-125 аяттар. Ақиқатын айтар болсақ, Алла өзіне серік қосқанды кешірмейді. Бірақ ықыласы ауса, пенденің басқа күнәларын кешіреді. Кім Аллаға серік қосса, онда оның шын мәнінде адасушылыққа ұрынғаны. Құдіретті күшті Құдай тұрғанда, олар әйелдердің есімімен аталатын қайдағы бір пұттарға табынады. Қасарысып Аллаға қарсы шыққан шайтанға табынғандары. Оны шайтанды Алла қарғысқа ұшыратқан болатын. Сенің құлдарының белгілі бір бөлігін өзіме тартамын. Оларды міндетті түрде ақиқат жолынан адастырамын. Құр бос үмітпен алдаймын. Пұтқа арналған малдарының құлағына ен салдырып, Алла жаратқан күйінен өзгертуді бұйырамын, деді азғырушы. Кім Аллаға бет бұрмай, шайтанды пана тұтса, онда оның айқын қасіретке ұшырағаны. Ібліс оларға неше түрлі уәде беріп, қиялдарын шарықтатты. Алайда сақ болыңдар. Шайтанның уәдесі тек алдау ғана. Олардың барар мекені жаһаннам. Одан құтылар жол жоқ. Ал иманға келіп, ізгі амалдар жасағандарды Алланың ақиқи уәдесі бойынша арасынан өзендері сарқырай аққан жәннат бақшаларына мәңгілікке жайғастыру арқылы жарылқаймыз. Шынайы сөзді Алладан артық кім айта алмақ? Алайда жаратқанның ол жарылқауы сендердің арман үміттеріңмен де, кітап иелерінің тілегімен де беріле салмайды. Жауыздық жасаған пенде жазасын алады. Сөйтіп ол пақыр, Алладан өзге қамқоршы да көмекші де таба алмайды, қор болады. Мұсылман ер адам болсын, немесе әйел болсын, игі амалдар жасаса, жәннатқа кіреді. Оларға қылдайда қиянат жасалмайды. Аллаға ықыласпен бойынсұнған күйде игілік істер жасап, Ибрахимнің таза дінімен жүрген адамның дінінен артық дін бар ма? Алла Ибрахимді дос тұтқан.